Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен пельменді қалай оңай жасау керек екенін үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен електен өткізілген ұнымызды осылай құрғақ ыдысқа салып алатын боламыз. Содан соң осылай суымыздың үстіне, салқын суымыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бір дана жұмыртқамызды қосып алатын боламыз. Енді сіздер қамыры қанша үлкен көлемде дайындайтын болсаңыздар, тұшпараның көп болуын қаласаңыздар, 2 жұмыртқа қосып дайындасаңыздар болады. Осы рецептпен 2 есе етіп дайындасаңыздар болады. Мен барлық грамдарын, құрамдарын описание бөліміне жазып кететін боламын. Осылай жақсылап орташа қаттылықта қамыр елеп алатын боламыз. Уайымдамаңыздар, ешқандай да ұны көп болып басы бірікпей қалады, немесе қамырым қатты болып қалады деп қорықпасаңыздар болады. Дәл осы әдіспен дайындасаңыздар, барлығы біркелкі әдемі болып шығатын болады. Осылай көріп тұрғандарыңыздай басын біріктіріп жақсылап дайындап алатын боламыз. Міне, қамырымыз дайын болған соң, оны бетін жауып бір шетке алып қоятын боламыз. Содан соң салмасын дайындайтын боламыз. Менде 150 грамм тартылған ет болды. Содан соң бір дана осылай жуамызды жақсылап жуып тазалап, майдалап турап алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап турап алыңыздар. 150 грамм фаршымызды өлшеп алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай, немесе үйлеріңізде чоппер болса, содан өткізіп алсаңыздар болады. Пияз бен етті бірге жақсылап араластырып, менде үйде бар заттар болған соң, осылай дайындап алдым. Содан соң 1 шай қасық көлемінде қарабұрышымызды, содан соң 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Әрине, араластыру барысында 1-2 рет ұрғылап жүрсеңіздер болады. Содан соң соңына қарай қызыл бұрыш қосып жібердім. Кішкене мөлшерде сіздер қоспасаңыздар да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай дайын болған қамырымызды 2-ге бөліп алатын боламыз. Енді оқтауларыңыз үлкен болса, тура сол тұрған қамырды жайып алсаңыздар болады. Менде оқтау кішкентай болғандықтан осылай 2-ге бөліп алдым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақ етіп, жан-жағын жақсылап басып дайындап алсаңыздар болады. Басында көптеу етіп ұн сеуіп алсаңыздар, қамыр өте тамаша болып жайылып шығатын болады. Шет-шеті қалың болмайды, бір тегіс етіп жайылады. Бұны барлық қыз-келіншектер біледі деп ойлаймын. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жайып алсаңыздар, өте керемет болып шығады. Қатты жұқа, қатты қалың етпей жайып алатын боламыз. Тұшпара барлық кішіге де, үлкенге де ұнайтын тамақ деп ойлаймын. Менде майлы түрін жасадым. Сорпалы біреулер ет қайнатып, соның сорпасына салып алады. Әркімге әрқалай ұнайды, сіздерге қалай ұнайды, солай жасап жесеңіздер болады. Әрине, бұл көлемі көп болған соң, мен жарты қамырды морозильникке салып сақтап қоятын болдым. Сіздер де осылай көптеп жасап, морозильникте сақтап, 3 ай көлемінде сақтап, жасап жіберсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай уже қамырымыз дайын бола бастады. Осылай бірінен соң бірінің үстіне осылай реттеп шығатын боламыз. Сосын осылай бір тегіс етіп кесіп алатын боламыз. Немесе сіздер сіріңкенің көмегімен соны бет жағына қойып кесіп алсаңыздар болады. Өте майда болсын десеңіздер, міне осылай ма ыңғайлы, осылай кесіп алдым. Бірақ әркімнің пельменді дайындау әдісі әртүрлі. Сіздерге қай әдіс ұнайды, солай дайындап жесеңіздер болады. Маған осылай ұнайды. Қамыр өте тамаша болып шықты. Ең жоғары сападағы ұнды пайдаландым. Сіздер де дәнді нан ұнын пайдаланып жасап көрсеңіздер болады. Өте тамаша болып шығады. Осылай бір тегіс етіп кесіп алған соң, тағы да оны жайып, бір-бірінің үстіне қойып, шетінен бастап кесіп алатын боламыз. Мен өзіме ыңғайлы көлемде орта шай етіп кесіп алдым. Қатты майда етіп кескен жоқпын. Осылай орташа көлемде маған ұнағандықтан осылай жасап алдым.
Менің арнамда жаңа видеолар апта сайын шығып отырады. Маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Оның маған тигізер пайдасы өте жоғары. Осылай кесіп алған соң, барлығын жайып алып, шетінен бастап жайып алып, содан соң жаңағы самымызды салып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте әдемі болып шығады, езілмейді, жыртылмайды. Осы әдіспен дайындап көріңіздер, сіздерге кеңесім. Және де жып-жылтыр әдемі болып шығады. Осы тұрған әдіспен де қамырды сақтап, содан соң пайдалансаңыздар да болады. Міне осындай көлемде фаршымызды көз мөлшерде өлшеп салып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп түйіп алсаңыздар болады. Бір саусағымызды ішіне қалдырып, әрине енді бұл түйу өз қалауларыңызша немесе домалақ етіп түйіп алсаңыздар болады. Бізге осылай ыңғайлы және әдемі көрінеді. Міне видеода 2 рет көрсеттім. Сіздер осылай жасап жесеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Менің арнамда жаңа видеолар. Сау болыңыздар. Сіздерге ас болсын.